Иранның ислам революциясы күзеті корпусы Бахрейн мен Кувейттегі ақш нысандарына зымырандар мен дрондар арқылы соққы жасағанын мәлімдеді. Иордания билігі де Иран тарапынан ұшырылған 3 зымыранды атып түсіргенін хабарлады. Ал Кувейт армиясы Иранның дұшпандық дрондарының шабуылына әуе қорғанысы күштері тойтарыс беріп жатқанын мәлім етті. Тегеранның бұл шабуылдары ақш қарулы күштерінің Иран аумағына қатарынан 4-ші күн бойы 7 сағатқа созылған соққылар жасауымен тұспа-тұс келді. Сондай-ақ Тегеранның Ормуз бұғазынан өтпек болған кемелерге шабуыл жасауына байланысты ақш сәрсенбі күні таңертең Иран порттарына блокада режимін қайта енгізді. Жергілікті бақтың хабарлауынша Ислам революциясы күзеті корпусы бұл соққыларды Американың әскери әрекеттеріне және Ормуз бұғазын бақылауға алу талпыныстарына берілген жауап деп атады. Осының алдында ақш президенті Дональд Трамп, егер Тегеран келісімге келмесе, Иранның электр станцияларына соққы жасаумен қорқытқан болатын. Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. 17 маусымда қол қойылған бітімгершілік келісімі бұзылды. Тараптар қазір негізгі назарды Ормуз бұғазын бақылауға алуға аударған. Трамп ақштың Иранға соққылары бұл жеткілікті деп өз айтқанға дейін жалғаса беретінін мәлімдеді.